Қайырлы күн, армысыздар. Жақсысыздар ма? Тіректің 5-ші техникасын жасадыңыздар ма кеше? Қандай процесстер жүріп жатыр? Бөлісіп кетсеңіздер. Тікелей эфирде көбісі айтты ғой, бой ұзарып жатқан сияқты дейді. Мен де бойым өсіп жатқанын сездім дейді. Мен тірекке кеше қосылдым. Күнде бір техника жасап жүрсем бола ма дейді. Болады, Ләззат. Ләззат ханым. Енді қосылған жандар тіректегі техниканың 3-4-еуін қатар жасап жатыр. Көріңіздер, енді кішкене ауыр болып кетпесін. Жаңа жасадым, оң қолым ауырды дейді Гүлжанар. Түсімде шіріген түсім түсіп қалыпты дейді. Өте тамаша, керемет аян. Өзіңіздің ескі версияңыздың, ескі қабығыңыздың шешілуі сияқты. Жердің архитекторы екенмін дейді. Иә, кәрі рухтардың көбі сондай. Техника жасап қатты ұйықтап қалыппын дейді. Кеше қатты басым ауырды, бірақ айтарлықтай еш нәрсе білінбейді дейді. Сіздер бір ғажайып болады деп бір чудо күтудің қажеті жоқ. Осыны түсініңіздер, сіздер оны жан дүниемен түсінулеріңіз керек. Барзақ әлемінде өте үлкен жұмыстың жүріп жатқанын сіз түсінуіңіз керек. Ең бастысы сол. Ойлап қалмаңыздар, бір күшті, ғажайып бір нәрсе болады деп. Иә, Назира, дұрыс айтасыз. Техникада қатты энергия кетеді. Бір күнде біреуін жасаған дұрыс-ау дейді. Жауырыным ауырды, жарық свет көрдім, сол уақытта жыладым, болғасын денем жеп-жеңіл болып қалды дейді. Әйгерім, қуаныштымын. Екі балам екі жақта, өзім бір жақта, аруақтың сынағы қашан бітеді дейді Арайлым. Оны мен ештеңке айта алмаймын. Қыздар кіріп жатыр мына жақта. Базаргүл ханым таңертең 5:55-те оятып алды дейді. Кеше менде де сондай болған. Әдетте жоғарғы әлемнің вибрациясы осындай эфир кезінде білінеді. Прям артта тұрғандардың құлақта гүрілдеп вибрация береді. Одан кейін кешкі сағат 4-тен кейін қосылатын әдетте. Басқа бір параллельный вселенныйда жаңағыдай тонкий планда болып жатқан жұмыстарды солай сездіртеді. Ал кеше сағат 5:50-де ояндым. 5:55-те оянған кезде ол энергия қосылып бастап. Бірақ күндегі энергиядан ол кішкене басқаша болды. Более жұмсақ, сондай жұмсақ энергия. Сөйтсе бұл аналық энергия екен уже кіріп жатқан. Кешегі техника ол ата-текпен, достар, ата-текпен жасалған техника болатын соңғы техника. Осымен ата-тектің есігі жабылады. Келесі этап, екінші модуль, үлкен есік ашылады, ол ана-тек. Ана жағымызбен қосыламыз. Кешегі техника кішкене ұзақтау болды. Қазір мен айтам неге ұзақтау. Көрдіңіздер ма? Кеше мен 5 техниканы қатар жасадым. Эмоциям қатты шайқады, бойымда мақтаныш, қуаныш кернеді. Шаршап қалғанымды байқадым, өте күшті жеңілдік болды. Техника кезінде денем ыситын болды, сыртым мұздай, ішім ыстықтап дейді. Күшті, Назира. Мен ешқайсысын жасай алмай жатырмын, кірісіп. Есікте қалып кеттім дейді. Ақжүніс, солай болу керек шығар. Сіз пока түсінуіңіз керек сияқты. Қандай жұмыстар жүретін, пока сізде байланыс орнап тұр. 5-ші техниканы жасап бастағаннан бір топ адам бір жерге кіреміз деп жатыр екен, соның ішінде қайтқан анамда болды дейді. Анаңыздың жаны жарыққа көтерілсін. Бала кездегі эмоцияларым көтеріліп, почкам ауырды, аян түс көрдім дейді. Енді соны жору керек дейді. 3 жасар немеремнің іші өтіп жатыр, соның әсеріме дейді. Мүмкін. Техника алғандар үшін бе бұл эфир дейді. Негізі, иә, кішкене түсінсін деп отырмын. Тірек енді қашан болады. Тіректің полиясы ашық тұр. Әзірге ашық.
потому что әлі техникалар бар. Жазира, бесіктен кейін жасамадым, әлі қорқыныш бар дейді. Ана текке лемуриялықтар келіп жатыр дейді Махаббат. Лемурия бізде аналық энергия ғой, Атлантида әкелік энергия. Значит, лемурлықтар қосылып жатыр уже. Все, понятно. Қазір айтып беремін. Енді түсінік келіп жатыр. Қайырлы күн, унитаз бұзылды, есік бұзылды, бірақ өте жеңіл жүрмін дейді. Бекер бұзылмайды ау сондай нәрселер. Маған бір дау Жанатқа бар дейді. Қалай барам, адрес бересіз бе? Қатты қысып жатыр, барлық жерім қақсап, маған арыстан сияқтылар көрінеді дейді. Ғалия, маған жекеге жазыңыз, я дайрекке. Сосын айтамын сізге. Тірек техникасында сәл рвотное состояние болды. Жұбайымның расстройство желудка болды. Жұбайыма кейін айттым, она удивила, что такое воздействие было дейді. Ер адамсыз ғой деме? Күшті нелер болып жатыр екен. 2 ай бұрын қайтқан анам түсіме кіріп мәз болып жүрді. Үстінде кремовый классикалық пиджак. Ой, тамаша. Анаңыздың жаны жай тапқан сияқты. Адам түс көреді ғой, тура сондай жағдайда жатқан адамдар оянады дейді Сара. Бұл менің түсім екен ғой деп таңғалады. Кей адам тәтті түсін қимай қайта ұйықтағысы келуі мүмкін. Бірақ уже бұрынғыдай болмайды деп жатыр. Ректал алмадым, эфирге қосылсам денемнің бәрі тітіркеніп кетеді дейді. Өйткені өте көп күштер жұмыс жасайды эфирде. Сол сезіледі. 5-ші техниканы жасағанда ұйықтап кетіппін. Таңертең қайта жасағанда ішім мен кеуде тұсым ұйыққа дейін қатты селкілдеді. Кейін техниканы соңында әлемнің әдемілігін, шексіздігін сездім. Түсімде лемурия деген сөзді анық естідім. Синхронизация қатар жүріп жатыр. Қытайдан сізбен кездесуге келмекші дейді. Кім келеді? Дайрекке жазарсыз. Айтпақшы, жатып алып арыстанның бақырған дауысы естілді, қорқып кеттім дейді. Ол лириандықтар. Менің лириандықтар туралы өткізген эфирімді тыңдап көріңіз. Архондықтар туралы айтасыз ба дейді. Архондықтар, лириандықтар, плеядалықтар, сириустықтар, олардың бәрі туралы эфир болады. Бірақ мен постоянно көрсетемін сіздерге. Специально сатып алған матрешкаларым бар. Міне біз, міне Ататек, міне өркениет, міне Құдай. Біз мынадан өтпей, мына Ататектен өтпей, жаңағы сіздер сұраған арыстандар, архондықтар, плеяда, лемуриялықтарға өте алмаймыз. Ататек тұр ортада. Ататек біздің оң қанатымыз және сол қанатымыз. Ол Ататек болмаса, біз ешқайда кете алмаймыз. Міне. Давайте мен қазір бір түсіндіріп өте салайын, комментарийді пока что өшірейін. Біз туған кезде біздің оң қанатымыз уже әке жақ, сол қанатымыз ана жақ. Біз туған кезде олар қасымызда жүреді. Олармен байланыс үзіліп қалатын болса, біз ешқайда ұша алмаймыз. Мысалы, ағаштың тамырына балта шаба беретін болсаңыз, ол қандай керемет ағаш болса да жеміс бермейді ғой, гүлдемейді ғой, қурай бастайды ақырындап. Сол сияқты біздің жердегі тірегіміз, жердегі тамырымыз, жердегі бізді ұстап тұрған нәрсе, ол біздің ата-бабамыз. Ата-бабамыз, ата-тегіміз дегенге біздің өзіміздің өткен өмірлеріміз, өткен воплощенияларымызда жатады. Енді қараңыздар. Мысалы, біздің барлығымыз, қасымда как раз су тұр екен, осымен түсіндіре салайыншы. Құранда айтады ғой, Құдай жаратқан сансыз рух бөліпті дейді. Құдайдан сансыз рух бөлініпті дейді. Құдайды біз мұхит деп алайық. Біздің әрқайсымыз сол мұхиттың тамшысымыз. Бірақ өзіміздің сол мұхиттың тамшысы екенімізді қазіргі өмірімізде еске алуымыз керек.
сөйтеді да Құдай жаңағыдай жерді жаратады ғой, жер планетасын жаратады да мұхиттың өзінің тамшыларын айтады. Жерге барыңдар да, идите творите, жаратыңдар, өмір сүріңдер. Бірақ ешкімнің таңдауына кірмейді, мен де ешкімнің таңдауына кірмеймін. Сөйтіп жерге барып, өте көп сабақ алып, опыттан өтіп, толыққанды кәдімгідей осы менің деңгейіме жететіндей опыт алып келіңдер. Мен сендер арқылы үлкейемін. Сендер барлығың маған опытты жинаған кезде мен жаңағыдай басқа нәрселерді жаратамын деген тапсырма береді. Сөйтеміз да, мынау мысалы физикалық тән. Жерге жаңадан түсеміз біз. Жерге жаңадан түсеміз. Бұл кез мысалы адам ата Хауанадан басталатын эволюциялық жол деп айтайық. Бәрі бірде бір ян, бір ин энергиясынан пайда болады ғой, кез келген өлшем. Сонда мына соңғы раса, біздің раса, адамдық раса. Ең бірінші ян энергия ол адам, ин энергия ол Хауа. Адам ата Хауанадан басталған нәрседен сол екі энергиядан біз ары қарай тарап кетеміз. Енді әрқайсымыз өзімізді жерге мына алғаш келген физикалық тәнге алғаш түскен гуманоид, яғни адам ретінде елестетейік. Мына опыт осылай алады да, бір өмірімізде осындай опыт аламыз. Бұл примерно тас дәуірі деп айтайық. Осы опытпен жерге 100 рет келіп, реинкарнациядан өтіп, опыт жинап жатырық. Одан кейін, мысалы, қола дәуірі. Біз жерге жаңағыдай 2000 рет келдік. Уже опыттан өтіп жатырық. Біздің сана сезіміміз жаңағыдай құттай жаңа туған баладан емес, уже сәби деңгейге өте бастады. Уақыт өте келеді, біз жерге келіп жүрміз, кетіп жүрміз, әйтеуір опыт жинап жүрміз. Міне, уақыт өте келе біздің санамыз жасөспірімнің деңгейіне жетеді. Біздің жоғарғы әлемде родственные души деген болады, туған туысқан душалар. Олар әдетте бір өркениетте бір топ болып келеді. Одан кейін жерде адам болып келген кезде тағы да жаңағы бір рудан келеді. Мүмкін сіздің қазіргі отбасыңыз жоғарғы әлемдегі туысқан душалар. Олардың барлығы сіздің адам болып қалыптасуыңызға осындай пазл құрайды. Әрқайсысы. Ол сіздің ата тегіңіз. Мысалы, мынау бір арғы бір 8-ші апаңыз. Сіздің мына уже адам болып қалыптасуыңызға көмектесіп жатыр. Тағы бір әкеңіз жақтағы апаңыз бар, бірақ ол апаңыз өте қиын тағдырды кешті, күйеуінен қорлық, зорлық көрді, жаңағы күйеуі өлгесін, ол кезде патриархат заманы, ауылдағылар қабылдамады, ауылдағы ер адамдар қорылады деген сияқты. Сөйтіп ол кісі өлген кезде бір мынандай бір ауыр кетеді да, міне, уже установкамен кетеді. Ер адам жаман, әйел адам жерге келген кезде бақытты болмайды екен деген установка тұрады. И сіздің подсознаниеңізда, сіздің физикалық денеңіз уже көрдіңіз ба, ластана бастады. И ары қарай, мысалы, бір атаңыз. Мынау сіздің қазір толыққанды адам болуыңызға көмектесіп жатыр. 6-шы атаңыз, мысалы, міне. Сондай шешем болған, горловая чакрасы мықты болған, бірақ оның жаңағыдай өнерін ол кезде жоғары бағаламады, сөйтті да оны мысалы өлім жазасына кесті, көре алмағандар аяғынан шалды, сөйтті да ода установка өліп бара жатыр, установка қалып қалды. Мен шындықты бекер айттым, шындықты айтқаным үшін мені өлтірді деп, оның жаны жай таппай екі әлем арасында қалып қойды. Ондай біздің ата тегіміздің жандары жай таппай екі әлем арасында қалып қойды, оны жаңағы екінші техникада жасадық қой. Бірақ сіздер оның жанын көтергенмен де біздің ата тегімізден қалған нәрселер міне біздің подсознаниемізді қалып қойып жатыр. Физикалық тәнімізде қалып қойып жатыр. Өйткені сіз пазл болып құрастырылып жатсыз ғой. Ата тегіңізден өзіңіздің келген өмірлеріңіз бар. И мысалы, сіздің тағы бір апаңыз, бірақ ол сіздің алдыңғы осы тектегі өзіңіздің өміріңіз. Мысалы, 5-ші апаңыз. 5-ші апаңыз. Оның күйеуі жаңағы тек қана
ұл бала туылса деген установкамен өмір сүрді. Бірақ Құдай бізді керек емес деген нәрсемен сынайды ғой. Именно бұл әйел жаңағы 8 бала туады, 8-і де қыз болады. Сол үшін күйеуі ылғи ұрып соғады, балаларды қабылдамайды, ана қыздармен бірге әйелін ішіп алып тырқыратып қуады. Қысқасы, ол әйел өле-өлгенше бақытты болмайды. Ана қыздар тоже бақытты болмайды. Өйткені әкесі туғаннан бастап жаңағыдай, сендер неге қыз болып тудыңдар, қыз деген адам емес, ол туылу керек еді, ұрпағым жалғаспай қалды, сендер мені дуаладыңдар, сол үшін осындай болды деген нәрсені айта берді, беттерін айта берді, бақытты болмады. Жаңағы әйелде установка қалып қалды неге? Қыз бала жаман деген. Бірақ бұл нәрсе бүкіл тектегі адамдарға әсерін береді. Мына программа шашаны толтырып жатыр ғой. Қазіргі күні бұндай текте именно ұл бала тумайды. Наоборот, қыз бала келе береді. Өйткені бұларда установка тұр ғой, қабылдамау тұр. Сізден бір нәрсені қабылдамасаң, ол нәрсе осы текте келе береді. Осылай программалар қалыптасып жатыр. Немесе текте сіз бір карманы өзіңіз негативный программаны қойып кетуіңіз мүмкін. Мысалы, жаңағы елдің еңбегін пайдаланып, өзіңіз ақшаңыз болса да, елді жұмыс істетіп, ақшасын бермей, ол сіздің мысалы 4-ші атаңыз болуы мүмкін. Міне сіздің. Ол сіздің өміріңіз немесе атаңыз болуы мүмкін. Елдің ақшасын бермейді, жаңағыдай бүкіл елдің еңбегін пайдаланады, ақшасын өз алады, ең соңында өте көп адамнан қарғыс алады. Ана адамдар өліп бара жатқан кезде қарғыс айтып кетсе, ол тектегі нәрсе бүйтіп былғанып тұра береді. Бүйтіп былығып тұра береді ана қарғыс. Өйткені ғаламда кванттық физика, мультивселенныйда бүкіл оқиға қатар болып жатыр ғой. Мына қарғыс мені тұр бүйтіп. Қазір не? Бұл тектегі жаңағы сізбен бірге воплощаться етіп келген родственные душилар бар ғой. Ол сіздің бауырыңыз, ол сіздің әке-шешеңіз, ол сіздің жаңағы тұқымыңыз, оның барлығы туысқан рухтар. Бәрінің ДНК-сында осы программалар тұр. Қазіргі күні оларда ақша, финанс жағынан жаңағыдай ақша келмеу блок тұр. Потому что мына жақтағы ата тегінде қарғыс тұр. Біз қазір не істеп жатырмыз? Сіз тіректі алған кезде, бұған дейін айттық қой жаңағыдай, бізді ата тегімізбен 3D матрицада ажыратып тастаған. Қанатымыздан ажыратып, қанатымызды кәдімгідей қайырып тастаған. Біз әуелі аруақ деген ширк, аруақ деген жоқ дегенге дейін бардық. Ал біздің ата тегіміз бізбен салыстырғанда олар аруаққа сенген адамдар. Аруақтың ішіне біздің өткен өмірлеріміз де кіреді. Аруақ дегеннің ішінде жаңағыдай өздеріңіз сұрап жатқан жоғарғы өлшемдегі жарық күштері де кіреді, өркениеттер де кіреді, барлығы кіреді. Бірақ сөзге сыйдырған қазақ әруақ деп. Кейін матрицаны бағындырып отқан қара күштер осы қанатымызды қайырды. Бірақ қазіргі күні шүкір, аққа Құдай жақ, біз өзегімізге қайттан оралып жатырмыз. Жер жоғарылаған сайын біз өзіміздің қанатымызды қайтадан жайдық. Енді ата текпен біріктік. Біз екінші техникада жаңағы жаны жай таппай қалған бабаларыңыздың жаңағы жандарын жоғары көтердіңіздер, сіздер арқылы жоғары көтерді. Одан кейін тектегі қарғыстар, дуа, негативный программаларды тазарттыңыздар. Үшінші тектегі жаңағы иерархия, текке кірмей қалған, барзақ әлемінде адасып жүрген тектегі адамдарды кіргіздіңіздер. Екіншіден, иерархияда жаңағы орны бүлінген болса, барзақ әлеміндегі жаңағы шежіреде соны қалпына келтірдіңіздер. Кешегі 5-ші техникада, қараңыздар, 5-ші техникада енді әр өмірде қалып қойған мына тұр ғой. Міне сіздер уже мына чаша толды. Сіз мынау уже бүкіл опытты жинаған, 3D матрицада бүкіл опыттан өткен, толыққанды уже есейген санаға өткен жан болып тұрсыз. Чаша толды. Енді мына чаша уже келесі уровеньге өтуге дайын. Бірақ бізде мына чаша таза болу керек. Әу баста біз жерге келген кезде Құдайдан міне мөлдіреп келдік қой. Сол жарығымызды қайтадан табуымыз керек. Ал бізде мына ластанып қалған нәрселер бар. Өткен өмірден қалған установкалар бар. Өткен өмірден қалған қорқыныштар бар. Ата тектен қалған жаңағы сол қорқыныштың арқасында пайда болған генетикалық аурулар бар. Кеше 5-ші техникада сіздерде сол нәрсемен жұмыс жүрді. Ата тек, мына оң қанатымыз біздің әке жақтан.
осыған дейін олар қатты жұмыс жасады. Ана тектің полиясында да жұмыс жасадыңыздар. Бірақ ата тек, әкеміз жақтағы, кешегі техникамен олардың жаңағы жұмысымыз аяқталды деп тұр. Біз де сіздермен қатар жасап жатыр қой, келесі техника қалай беріледі, оны білмейміз, по ходу беріп жатыр. И бізде өзіміз тыңдаған кезде тоже қатарынан процесс жүріп жатыр. Кешегі 5-ші техниканы тыңдап тұрған кезде, өзім басымдағын айтайын, менде желке тұсым қатты ауырды. И желке тұста менде мынандай бүкірейу бар. Бүкірейу бар, и мынандай томпақ сүйек бар. И сәл салмақ жинасам, анау сүйек прям былай шығып кетеді. Ол енді жаңағы телефонды көргеннен, көп отырғаннан деп айтайын десем, ол менің бауырларымда да бар. Ол менің мамамда бар. Ол менің әпкемде де бар. Ол жаңағыдай туысқан інілерімде де бар. То есть ол генетика уже. Екіншіден, сол нәрсені түсіндім. Яғни текте жүкті өзім арқалаймын. Басқа ешкімге сенбеймін деген программа тұр. Екінші, жаңа айтып жатты ғой, қай жеріңіз ауырады, ішіңіз ауырама, бүйрегіңіз ауырама деп техникада ше. Сонда менің 2 тізем ауырды, прям суық болып. Мне всегда тізеден проблема. И менің анамда да осы проблема. А ол тізенің ондай болуы ешкімге иілмеймін деген нәрсе ғой. Өркөкіректіктің белгісі. Яғни менің тегімде мүмкін менің өзімнің осы тектегі прошлый өмірлерім шығар. Немесе тектегі адамдар сондай өркөкірек болған шығар. Ешкімнің алдына иілмеймін деген программа тұрған шығар. Сол нәрсе бізді тізеден ұстап тұр. Енді қараңыз, генетикалық ондай физикалық тәндегі нәрселер бар ғой. Сол генетикадан келіп тұр ма, жоқ әлде ол психосоматика бойынша сіздің өзіңіздің ауруыңыз ба? Оны қалай ажыратамыз? Мысалы, тура сол ауру, жаңағы менің тізем сияқты, мамаңызда қайталанса, және оның мамасында немесе папасында қайталанса, и ол сізде тура сол қайталанып тұрса, ол уже генетика. Яғни тектен беріп тұрған программа. Ал егерде ешкімде жоқ, тек қана сізде болатын болса, онда ол осы өмірдегі психосоматика. Вот осыны ажырата біліңіздер. Сосын жаңа бір кісі жазып жатыр, басталғалы менде одышка болып жатыр дейді. Оны былай дейді, тектік программа бізбен тән арқылы сөйлеседі дейді. Мысалы, тыныс алу жолы көбіне әулеттегі айтылмаған өкпереніш, өмір сүруге деген еркіндік берілмеген сезіммен байланысты дейді. Адамның өмірдегі тірегінің ата-ана немесе әулет қолдауының жетіспеушілігі, тым ауыр міндетті арқалауы осылай мына жердегі 5-ші чакраның блокта болуына алып келеді дейді. Сосын хаттарыңызға қараймын, көп адамда цистит бар екен. И ол цистит әпкесінде де бар, ол цистит сіңілісінде де бар, и мамасында да бар. И сол нәрсе осы техниканы жасап жатқан кезде әсіресе сол цистит қозып жатыр дейді. Егерде енді сұрауыңыз, айтуыңыз мүмкін ғой, құрсын бәрі тектен берілмейтін шығар, енді осы өмірде бір суық тиіп қалған шығар деп айтуыңыз мүмкін. Иә, мүмкін. Мысалы, аяғыңыздан суық өтіп кетіп, көбінесе әйел адамдар цистит болып қалатын. Цистит болуыңыз мүмкін, егер ол мамаңызда ешқашан болмаған болса. Егер әпкеңізде, сіңіліңізде болмаған болса, сізде болса, ол это нормально. Ал егер постоянно, периодически мамаңызда болып тұрса, жаңағы туысқандарда болып тұрса, ол тектен келген уже программа дейді. Цистит, қазір мен қарап шықтым, физикалық қабыну емес, көбіне шекараны қорғай алмау. Тектік деңгейдегі блоктар мен психосоматикалық себептерді былай талдайық дейді. Ол аумақты басып алу, өзінің шекарасын қоя алмау. Егер сіздің әулетіңізде, әсіресе әйелдер жағында, жеке границасын қорғау деген ұғым болмаса, ата-бабаларыңыз өз үйінде, өз өмірінде қожайын бола алмаса, ол ақпарат сізге берілуі мүмкін. Менің жеке кеңістігім жоқ, қалауым ескерілмейді, өткен адамдар менің өміріме терең араласады деген сенімдер қуықтың созылмалы қабынуына алып келеді дейді. Көрдіңіз ба? Тән осылайша өзінің аумағын қорғауға тырысады дейді. Өйткені, қараңыз, жануарлар әлемінде дейді, несеп шығару, яғни түсініп тұрсыздар, өз аумағын белгілеудің негізгі жолы.
ит те мысалы бір нәрсені бір ұнатып қалса, ит ол менікі деген нәрсені жеткізеді, аяғын көтереді де шаптыра салады. Бұл нәрсе маған ұнап қалды, бұл менікі деген сөз. Яғни ол оның границасы деген сөз. Сол сияқты мына цистит қозған кезде ол ата тектен әйелдер жағынан келген программа екен. Яғни олар өздерінің границасын қорғай алмаған, қорғаныстық күйді көп кешкен, даже өз үйінде өзінің жаңағыдай ойын айта алмаған, басынып кете берген ғой, езіліп кете берген. Немесе әулетте жыныстық қатынас лас, ұят, қауіпті деп айта беретін болса, білмейсіз ғой енді арғы бабаларыңызда не болған. Онда мына физикалық тән серіктесімен жақындасудан автоматын қорғану үшін циститті қоса салады дейді. Бұл тәннің маған жақындама, маған ауыр деген белгісі дейді. Тіпті медициналық ем алсаңыз да, егер психологиялық немесе тектік блок жойылмайтын болса, дейді, ауру қайталана береді. Көрдіңіздер ме? Ол циститті емдегеніңізбен, ол арғы ата тегіңізден келіп тұрған программа болатын болса, ол қайталана береді. Емделес, қайталанады, емделес, қайталанады. Мысалы, енді баяғыда әйелдердің тағдыры қиын болған ғой, біздің әсіресе апаларымыздың, арғы бабаларымыздың әйелдері өте патриархат заманда қиын күй кешкен. Қатты бір зорлықпен, қорлықпен өлген апаларыңыз көп болса, мына әйелдің жатыры дейді, ол кәдімгі флешка дейді, бәрін сақтап тұрады дейді. Сіздің бүкіл прошлое воплощенияларыңыз бар ғой, 5000 рет келдіңіз ба жерге, 5000 өмірдің опытын матка сақтап тұрады екен. Сіздің тектегі аналардың бүкіл опытын матка сақтап тұрады. Сондай жоғарғы әлемде, барзақ әлемінде сондай программа уже тектен қалыптасып тұрса, еркек әйелге жолаған кезде жаңағы жаман нәрсе болады. Мен сол үшін қорланып, зорланып, өлгем деген программа тұрса, аналарыңыздан келген, онда әйелдің екінші чакрасында блок болады, жатырмен проблема болады екен, физикалық тән өзін қорғау үшін жаңағы жатыр бірден циститті қосып жібереді дейді. Бұл тектік программа. Енді ана тектен берілетін қант диабеті. Бұл әулеттегі әйелдердің өмірдің тәттілігіне деген көзқарасының көрінісі. Ана текте қант диабетінің қайталануы ата-бабалардың, көбінесе әжелеріміз бен апаларымыздың өте ауыр, ащы тағдырды бастан кешкенін көрсетеді. Егер анаңыздың тегінде әйелдер тек қана жан бағу, балаларды аяққа тұрғызу үшін ғана өмір сүрсе, өздеріне ешқандай рахат сыйламаса, бұл тән бұл ақпаратты сақтап қалады. Қуанышты қабылдай алмау. Глюкоза деген қант, биологиялық деңгейде қуаныш пен энергияның символы. Егер әулетте өмір сүру бұл ауыр еңбек деген бағдарлама болса, ағза қуанышты сіңіре алмайды дейді. Сол сияқты зоб, әулеттегі айтылмаған өкпе мен үнсіздік мұрасы. Асқазан ішек жолының ауруы, жаңа жағдайларда адамдарды қорталмау қасиеті. Әйелдердің жаңағы матка ауру, әртүрлі аурулардың пайда болуы, әйелдік тағдырдың қиындығы, ұрпақ жалғастыру қорқынышы. Өте көп, мысалы, бронх демікпесі, өмір сүру кеңістігінің тарылуы, артрит, артроз, тізе мен буындардағы тұз жиналу, қақшиып қалу, тектік блок дейді. Осы сияқты қысқасы жаңағы техниканы жасайсыздар ғой, сол кезде тәнге прям назар аударыңыз. Кеше бірінші рет жасаған кезде ұйықтап қалған болсаңыз, дұрыс тыңдай алмай қалған болсаңыз, оны қайталап жасап көріңіз. Енді өзіңізге сезім келеді, мен қайталауым керек деген сияқты. Егер қайталайтын болсаңыз, біз даже тәнімізден ажырап қалғанбыз ғой бұған дейін. Тәнімізді тыңдай алмағанбыз, жанымызды тыңдай алмағанбыз. Тәнді тыңдаған кезде жаңағыдай белгі береді. Менде жатырда сондай бір не болды. Перезагрузка. Ысып, белім бәрі көтертпей, қатты ауырды. Кеше жатқан кезде де әрең көтеріп жаттым. Сөйтті да жатырда бір не жүрді. Тазалық жүрді ма, одан кейін суық энергия құйылды. Суық энергия ол космостық таза энергия ғой. Әуелі ысыйды, одан кейін суы мүмкін. Суық энергия ол тазалықтың энергиясы. Басында осы трекпен бәрімізді біріктірген кезде
эфирде де айтып едім ғой, 8 көзден мына омыртқадан біздің тірегіміз ғой, ствол дейді ғой, содан суық энергиямен біріктірді. Ал ары қарай уже әйелдерде көбінесе енді маткамен, жатырмен болатын сияқты. Кешегі техникада сіздегі мынандай денеңіздегі, миыңыздағы мынандай бұрынғы ата тектен қалған мусор нәрселерді қысқасы сіз тазартып жатырсыз осылай. Енді келесі этап біз үлкен бір бөлімге кіреміз. Уже ата тек жаймен есігі жабылып жатыр. И кеше мен 5-ші техниканы жасаған кезде оңған атым, ата тегім сол техниканы жасап болғаннан кейін прям бәрі ұзарып қанаттары прям жайылып жоғары көтеріліп кетті. И көтеріліп анау арқамна кәдімгідей мынандай армия құсып қорғаныш боламыз деп сондай энергия болып келіп жатты. Ал ана жақ бұған дейін айтып тұрдым ғой, светі өшіп тұрған бөлме сияқты болып тұрады. Кеше уже жаймен жана бастады. Кеше таңғы 5-те аналық божественная майттың энергиясы, құдіретті ананың энергиясы уже жаймен құйылып жатыр. Келесі есік бізде ертең ашылатын есік, ол ана тектің энергиясы кіреді. Бұған дейін бізді соған дайындады. 3D матрицада божественная ананың энергиясы жерде жұмыс істеген жоқ. Енді ол жұмыс істейді. Ана тегіміз толықтай қосылады бұйырса. Үлкен өзгерістер болады. Енді осыған дайын болайық, достар. В общем, түсінікті, иә? Екі ай болды, жұмыссыз диван құшақтап құрып жатырмын. Тоқтап қалды, неге дейді. Моша 1664. Қараңыз, сіз ғаламдық деңгейде өте үлкен жұмыс жасауға келдіңіз. Переход уақытында. Осыны жақсылап түсініп алыңыздаршы. Дейсіздер, бірақ мына жақтарын түсінбей тұрсыздаршы. Сіз бұл переход уақытында жай ішіп жеп бір жерде күнде ден сурканың энергиясына кіріп кетіп, қайталанатын күнмен жұмыс істеп, ақша алып, айлық алып, кредит төлеп, бүйтіп, бала туып, бүйтіп келу үшін келген жоқсыз. Сіз мына стакан толтырғанша 5000 рет келдіңіз ғой, 5000 рет құйылды ғой былай. Сіз 5000 өміріңізде ол істелген нәрсе, оның бәрі жұмыс, жаңағыдай ақша табу деген сияқты. Сіздің миссияңыз ондай емес. Сіздің қазір сұрап отқан жұмысыңыз мынаның қасында бар ғой, құмның бір тал қиыршығы бар ғой, тура сондай сияқты болып тұр. Сіздің сұрап отқан ақшаңыз, кредитім қашан жабылады, қашан жұмыс табылады дегеніңіз, мынандай бір құмның қиыршығы сияқты. А сіз мына нәрсені істеуге келдіңіз. Сіздің артыңызда 6000-7000 бабаңыз тұр. Мына бағанағы айтылған нәрселерді тазала. Біз сенің артыңда тұрмыз, сен сол аманатты арқалап келдің деп тұр. Сіздің жерге келген 5000 өміріңіз тұр. Соның ішінде де осылай тазартатын нәрселеріңіз бар. Оның артында өте үлкен жұмыс тұр. Ол бара-бара түсінесіздер. Осының барлығын еске алып, қайтадан жаңағыдай мұхитқа қайтатын уақыт күтіп тұр. И біз жаңағы ескі зона комфорттағы жүгіріп кете береміз да. Үлкен нәрсе тұрса, мына жақтағы құттай нәрсеге жабыса береміз. Бермейдсін, жаңағы қайттан ол шеңберге кіргізбейдсін ата тегіңіз. Сіз ойлаңызшы, 11-ші классқа өтейін деп тұрсыз да, бірақ сізге 4-ші класстың білімі комфортно болып тұр. Қайта томардай болып 11-ші класстың оқушысы болып тұрып, 4-ші класстың партасына отырып алып жатсыздар да. Ана партаға симайсыздар даже. Сіз ол жұмысқа кіргізсе де, сіз ол жұмысқа симайсыз. Сіз уже кеңейіп кеттіңіз. Тем более мына темаға уже түсініп қалдыңыз ба, сіздің жаныңыз уже кеңейіп кеткен. Қайта 4-ші класстың барып партасына отырып алып жатсыздар да. 11-ші класстың есігі ашық тұр, мына жаққа өтіңіздер, уже все, артқа жол жоқ. И жаңағы сізді жұмысқа кіргізбей жатқаны, ана 4-ші класстың есігі жабық тұр уже. Ана мұғалімге барсаңыз да, сіз 11-ші классқа өтейін деп тұрсыз, мен 4-ші класста оқығым келіп тұр, потому что ол жақ оңай, үйреншікті нәрсе, өтіп кеткен нәрсем, мен қайтадан осы жерге келейінші десеңіз, ол мұғалім сізді қабылдай ма, мектеп қабылдай ма, қабылдамайды ғой, по-любому қиын болса да ана жаққа бар дейді ғой. Біз сондай болып тұрық та. Қызықсыздар, бұл жұмыс болмайды сізге. Гүлмира ханым, қалайсыз? 5-ші практикада ұйықтап қалдым.
Диабет туралы айтыңызшы дейді. Достар, негізі мына ақпараттардың бәрі бар ғой. Сіздер просто телода сезініңіздер. Қазір 21-ші ғасыр. Бүкіл ақпарат бар. Сіздерге көмекке искусственный интеллектті шығарып беріп тұр. Чат GPT, Gemini бар ғой қазір. Клауди дейді, неше түрлі программаларды сізге беріп тұр Құдай. Сіз просто техникада сезініңіз мына тәнді. Сезінген кезде уже тән белгі береді. Жаңағы қоқтың түсі ауырады, немесе ыстық энергия құйылып жатады, суық энергия құйылып жатады, аяғыңыз сыр береді, қолыңыздың буындары ауырады. Сол нәрсені не қылыңыз? Жаңағыдай Google-да ашуға прям ерінсеңіз, кітап іздеуге ерінсеңіз, жеп-жеңіл беріп тұр ғой, анау чат GPT. Содан сұраңыз, ақпараттарды тауып береді. Түсінікті, еще аян алып жатсыздар. Кеше бір кісі вообще ана тегі келіп бүкіл нәрсені айтып берген, түсіндеші. Мына есіктер тұр, былай кіресің. Бізді көрсеткен еще, мына жақтан былай өтесің, былай өтесің. Сенде осы нәрсе күтіп тұр. Түсінбейді мына кісі. Түсін жаза береді. Мен айтамын, міне көрсетіп тұр ғой сізге бәрібір түсінбейді. Ең соңында по-любому, көрдіңіз ба, жауапкершілікті мойныңызға сіз аласыз. Бішкектен сәлем. Тректің бүгінгі техникасын жасадым. Сол аяғым еш нәрсе сезбей қатып қалды. Аяғында жазылып кетті дейді. О, керемет. Нұрзат бүгін ана текпен жұмыс жүреді. Бүгін емес. Ертең саламыз ғой деймін. Сол кезде сол жақ бізде ана тек қой. Ары қарай өзіңіз көресіз. Айжан, рахмет көп. Қарлығаш, псориаз әкемде бар, оның қарындасында бар, менде бар, інімде бар, алтауымызда бар. Значит, мынау тектен келіп тұрған нәрсе. Псориаз не үшін шығады? Подавленная эмоция. Анау тектен бұрын енді біздің ата тегіміздің тағдыры өте қиын болды ғой, өте қиын болды. Тарихты да оқысаңыздар, ауыр, тағдырлары өте ауыр. Соғыс көрді, аштық көрді. Бір сіздердің тағдыр кітаптарыңызды ашып қарасақ, қазақтардың бір рахаттанып, қазіргідей на кайфе өмір сүргендері жоқ. Әйелдердің бала шағасымен, күйеуімен аман есен отырып, қазақ үйде тамақ ішуі ол бақыт болған. Страшно болғанға өмірлерін қарасаңшы, бізге жобаға келеді ғой, сол кезде параллельге өтіп, сол өлшемдерді көреміз ғой. Тез-тез дастарханын жасап жатады қазақ үйде. Екі балалар отырады үрпиіп яқты. Күйеуі жаңа аңшылықтан келеді, тамақ ішейін деп жатса жау шабады. Жау шабады тура көзінше екі баласының басын алады, күйеуін өлтіреді, әйелдің шашынан ұстайды да құлдыққа алып кетеді. Жаңағы білмеймін қандай ол ұлт, қандай тайпа әйтеуір. Мына әйелдің тұқымында қазір әйелдерде программа установка тұр. Балама бір нәрсе болып қалады деген. Қазір мысалы тыныш заман ғой, постоянный паническая атака. Баласы мектепке кетсе, как будто шыққан кезде бір алып кететін сияқты, бір ұрлап кететін сияқты, жаңағыдай. Бір нәрсеге ұрынып қалатын сияқты, баласынан айырылып қалатын сияқты. Ана нәрсе маза бермейді. Паническая атака деген содан кіреді. Осындай установкалар тектен беріліп тұрады. Жаңа қорқыныш. Просто адам сұрау керек та қазір, не үшін қорқам мысалы. Тыныш заман ғой әйтеуір. Лемуриялықтар жолдауы. Трекке ана тектен қосылу керек жандар бар. Күтіп отырмыз дейді. Ұқты, таңдау бор. Қай жаннан десем жолдауды жеткіз, таңдау өздерінде дейді. Мұхаббат сонда лемуриялықтарға қатысы бар адамдар трекке кіруі керек па тағы да? Шымкентте Динара ханым неге жоқ болып кетті дейді. Өткенде біз Шымкентке барғанда Динарамен кездескенбіз. Динара кішкене демалыс алып жатыр. Өйткені біз жаңағыдай адамдармен жұмыс жасаған кезде проводник қой, ойлаңыз, міне жоғарғы әлемнің энергиясы, міне сіз тұрсыз, екеуінің ортасында жаңағы проводник тұрады. Аналардың энергиясы біздің тело арқылы сізді емдеп, өтіп, сіздің бойыңыздағы жаңағыдай мынаның ішіндегі мусорлар тазаладық қой, сондай мусорлар тазалайды ғой жоғары жақ. Сол кезде оның барлығы біздің сфера арқылы өтеді. Динара өте көп жұмыс жасады жаңағы
қорғасын құйды, адамдардың негативный энергиясынан шашылып қалдым дейді. Қазір демалыс алдым деп осы буквально эфирдің алдында сөйлескем. Уже жаңа есіктің кілтін беріп, басқа бағытқа мені бұрып жатыр дейді. Алдағы уақытта жоба X-тен бөлек Динарада басқа бір жұмыстар қосылатын сияқты. Жақында Астанаға бардым, қала энергиясы мүлдем басқа. Бурабайға барып қайттым. Түсімде сізге айтып қоям, Астана жақты керемет, тазартқыштар энергиясы керемет дейді. Күшті. Маған да ұнайды Астана. Ұнайды прям. Вообще басқа энергия. Төртінші техникада үлкен әже алдымнан шықты дейді Гүлмира. Гүлмира ханым бізде Атлантты орнына салатын кісі мына жерде. Кахманова деген парақшадан отыр. Гүлмира туралы болған дейін эфирде айттым. Тіректі алам ба деп ойлап жүргенде сол жақ тізем қатты ауырды. Жүру мұң болып қалды. Екінші күні шыдап сатып алған едім, бірден қойды. Демек, ана тек жетектеп әкелді дейді. Я, солай. Бұл жерде өте үлкен жұмыстар жүріп жатыр ғаламдық. Лемуриялықтар ана тек болып келіп тұр дейді. Үрім бұтағымызбен артрозбен ауырамыз дейді. Ой, Гаухар, менде де сол проблема. Жаңағыдай кішкене бұрынғы осы текте өркөкірек болған шығармыз. Иілмей, сол кезде тізеден ұстайды екен ғой. Мен сізге прямойға қосылған бойда 555 адам просмотр көрсетті дейді. 5 ана тектің коды 555 ана тек жақ. 777 ата тек жақтың коды. Ұйқы қысып отыр дейді Серікбаева. Ұйықтап алыңыз. Эфир кезінде ұйқыларыңыз келсе, ұйықтап алыңыздар. Өткенде менің жолдасым кейде эфирді көреді ғой, сол кезде күлетін. Немене эфирде ел ұйықтап қалады деп сенбейтін. Ана эфирді көріп отырып өткенде өзі отырған жерінде ұйықтап қалған ғой. Қатып қалдым дейді, ұйықтап қалған, эфир біткен кезде оятқан ғой. Одан кейін ештеңе айтпайтын болды. Сонда көрсеткені, сіздердің частичкаларыңыз басқа өлшемде ғой. Мысалы, біреуіңіздің частичкаңыз өркениеттерді Сириуста, біреуіңіздің частичкаңыз Плеядада жұмыс істеп жүр, біреу Андромедада. Қазір осы эфир барысында сол өздеріңіздің өркениеттеріңізбен байланыс орнап тұр. Прям кәдімгі үлкен бүйтіп портал ашып тұр да. Сіз ұйықтап қалған кезде жаңағы сіздің физикалық тәніңізде өте мына өркениеттегі бөлшектеріңіз тазарту жасайды. Сіздің жаныңызбен сол жақтағы частичкаңыздың арасында бір келісімдер жүреді. ДНК-да өте үлкен жұмыстар болады. Сондықтан, егер прям қатты ұйқы қысып тұрса, ұйықтай беріңіздер. Онда тұрған ештеңке жоқ. Мен Астанаға көшіп келгем, кереметтер болып жатыр. Астанаға не үшін жіберіп жатыр екен, сосын Павлодарға дейді. Раушан, мен өткенде білгем, Раушанмен мен Әсел арқылы таныстым. Әсел жарық сәулесімен зерегіре соққаңыз, бояйтын кітапшасы шықты ғой, сол кітаптағы суреттерді Раушан салған. Содан кейін Раушанмен кездестірді. Офисте отырам ғой, мен столовыйда тамақ ішіп отырам. Өз-өзімнен тұрам да тамақ ішіп отырып, кабинетке барам. Не үшін баратырым білмеймін. Тұрып кабинетке бүйтіп кірейін деп атсам, бір қыз бүйтіп келе жатыр. Қарасам, Раушан. Сөйтіп танысып қаламыз. Раушанмен сөйтіп байланыстырды. Содан кейін Раушанмен Астанаға барып келем деп сөйтіп жазды. Түсіндім, Раушан Астанада, Павлодарда сіздің сфераңыз арқылы өте көп жұмыстар жүріп жатыр. Сіздің сфераңызда бір кілттер бар. Оны енді кейін айтады, қандай жұмыстар жүрген. Одан кейін
мына не бар ғой, бізде көбінесе әйел бар ғой, әйелдің арқасы шығып кетеді былай. И сол жаңағы тектен беріліп тұр. Текте айталмаған ғой, бізде жаңағы ұлтымызды, бұған дейінгі тарихты алатын болсақ, езіле бергенбіз. Өте қиын, айтып тұрмын ғой, тектің программасы ауыр. Мына тірек шыққанша өліп қала жаздадық бар ғой, бесін күтіп өлдік шыны керек. Жазира, Әйгерім үшеуміз үш жақта дір-дір етіп, енді сіздер өздеріңіздің ата тегіңіздің энергиясын көтеріп, қазір көтере алмай жатсыздар ғой, енді ойлаңыздар, бүкіл энергия осылай шығып жатыр. Үшеуміз үш жақта дір-дір етіп, қашан бесі болады, тез-тез мына портал ашылса екен деп сөйтіп асықтық. И ата тектің программасы, олардың тағдыры өте ауыр. Енді былай деп тұр жоғарғы әлем. Әр адаммен жеке-жеке жаңағыдай жұмыс жасап, ата тегімен байланысты нәрселердің есігін жауып, жеке-жеке жаңағы қарғыс қалып қойған жандарды көтеріп отыратын уақыт жоқ. Ғалам алай етіп бара жатыр. Енді көп жобалар осылай оптым жүреді дейді. Оптым кеңістігі ашылады, сіздер кіресіздер, сізбен өзіңіздің духовный ұстаздарыңыз, өзіңіздің тектеріңіз, өзіңіздің бабаларыңыз, өздеріңіздің ұстаздарыңыз, тәлімгерлеріңіз, рухтарыңыз жұмыс жасайды да, келесі есікке бүйтіп өткізіп жібереді. Себебі айтып тұрмын ғой, жеке-жеке бүйтіп отыратын уже уақыт жоқ деп жатыр. Өркениеттердегі жұмыстарды айтқандай, түсімде денем төсекте, бірақ жаным басқа әлемде жұмыс істеп келгенін көрдім. Астанада жүргенде соны сезіп, басында шошып кеттім. Сөйлемей ойша басқарып жатырмын дейді. Уқтай. Негізінде солай. Кеш кірдім трекке, енді ата тек жабылса мен үлгеремін ба дейді. Иә, әзірге бір 2 ай көлемінде жұмыс жүреді, кеңістігі ашық болады деді. Турцияның исторический жерлерінің тоқтамына не ауысып кетті? Қалай қосылып кетеді, түсінбеймін. Ата-ана тректерге қатыспаса да жұмыс жүре ма дейді. Оны енді бар ғой, мен білмеймін. Бұл жерде тек қана біз ойбай істейміз деп отқан жоқпыз ғой. Бізге берілген тапсырма осы. Келу керек адамдарды өзіміз алып келеміз деді. Ал басқа адамдарға, басқа проводниктермен контрактілері бар шығар. Немесе жаңағыдай осы тректен бір адам өтті ма, оның семьясындағы 20 адамға оның энергиясы әсер ететін шығар. Оны мен білмеймін. Айгүл, мен сонша айтарлықтай сабақ барысында сезім болмады дейді. Сізге қандай сезім болу керек? Бір чудо күтіп отырсыз, кішкентай бала сияқты. Олай емес қой, бұл жерде сіздер маңыздысы түсінулеріңіз керек болып тұр ғой, қандай не жұмыс жүріп жатқанын, жерге не үшін келгеніңізді түсіну керек болып тұр. Мәселе сода. Қараңыз, енді мынандай сұрақ қоюыңыз мүмкін, иә? Осының бәрінен өттім. Мына ата текті тазарттым. Иә? Ата текті тазарттым, тектік программадан өттім. Дальше что? Дальше что деген нәрсе сізде болу мүмкін. Енді андай біздің санамыз сондай ғажайыпқа бір қатты беріліп кетеміз. Қазір бізде мынандай ғой, ең соңғы көш болып тұрмыз. Соңғы көш. Мына жерге сіз уже 5000-6000 рет келіп, мына чашаны толтырдыңыз. Санаңыз осылай есейіп тұр. Ересек санада тұрсыз. Сіз ересек санада тұрғаннан кейін, бұған дейінгі өмірлерде бірінші правый полушарияны толтырдық. Лемуриялықтардың кезінде. Кстати, міне, лемуриялықтар жаңаға ана тек деп тұр. Біз Лемуриядағы планетада өмір сүрдік, Лемуриядағы өркениетте өмір сүрдік. Ол жерде Лемурияда біз аналық энергиямен өмір сүрдік. Ешқандай соғыс, бір-бірімен ұрысу, ондай болмаған. Только блаженствода, бір-бірімізді жақсы көріп, бәріміз бір Құдайдың бөлшегіміз деп ғажайыпта өмір сүрдік. Бірақ ол болмайды да. Мына опыт болмай қалады. Бізді ертегілер әлемінен шығарған секілді жаңағы ғажайып өмірден сілкіп шығарды Құдай. Не болды? Лемуриялықтар
лемуриялықтарда бала туылмай қалады. Айттым ғой историяны, бала туылмай қалады. Олар 20 мың, 30 мың жыл өмір сүреді. Күйеу мен әйел бір-бірін страшно жақсы көреді. Ол кезде только махаббат қана болған ғой жерде. Махаббат, сүйіспеншілік болған. Басқа ештеңе болмаған. Не болады? Любой нәрсенің соңы болады. Уже Құдай айтты. Так, сендер махаббаттың не екенін түсіндіңдер. Блаженствоның не екенін түсіндіңдер. Енді әйелдік энергиямен өмір сүрдіңдер, енді еркектік энергиямен өмір сүресіңдер. Қиындықтың, соғыстың, бөлінудің не екенін, логиканың не екенін түсінесіңдер. Енді келесі опыт деп, келесі опытты жібереді. Лемуриялықтар туылмай қалады. Лемуриялықтардан кейін жаңағы олар аян алады. Осындай бір жерге барса, бір өздері сияқты бір адамдар болады екен, солармен қосылса, бала көбейеді екен деген аян алады. Жаңағы кішкентай адамдармен қосылады, сөйтеді де атланттықтар өмірге келеді. Атланттықтардың ДНК-сы уже патриархалдық энергиямен, әкелік, аталық энергиямен уже олар өмірге келеді да, лемуриялықтарды жойып жібереді. И енді тыңдап алыңыздар. Өшіре тұрайыншы, мына жерде бар ғой, мен өзіме импульс келіп жатыр. Өткенде осы тректі бастадық қой. Сонда бірінші қасымызда біздің аталар тұрды. Аналар тұрған жоқ, аталар тұрды. Сөйтті да бірінші біз бастаймыз деді. Ата жақ бастаймыз. Бұған дейін жерде адамдар 3D матрицада еркектік энергиямен өмір сүрді. То есть біз рульдеттік еркектік энергия. Енді тазалау керек нәрсені өзіміз тазалаймыз, өзіміз көмектесеміз ұрпағымызға. Олар бізге навстречу келуі керек. Әрине таңдау еркі бар. Бірақ мүмкіндігінше олар осы тақырыпты түсінуіне, осы мысалы жаңағыдай ата текті зерттеуіне алып келеміз деді. Бірақ аналар болған жоқ, аталар болды. И кешегі күнге дейін жанымызда аталар жүрді. И бір күні мен не қыламын? В общем, жұмысқа барам. Жұмысқа барған кезде менде всегда парковкада телефон тартпай қалады. Бірінші этажға бүйтіп шыққан кезде тоже тартпай қалады. Менде офис екінші этажда ғой. Өстіп келе жатам. Екінші этажда өтіп, уже кабинетке кірген кезде Wi-Fi бар, сеть тартады. И раз телефоным шырылдайды. Қарасам, Меруерт. Тоже біз қыздарының біреуі. Сонда дірілдеп тұр да Меруерт. Жаңа тәте, мен жаңа қасымда тұр, сөйлесіңізші деп. И қасында бойы ұзын жаңағы күш тұр. И сразу жаңағы Меруерттің теласы арқылы сөйлесті. Мен атланттық, жаңа Атлантидадағы бөлшектеріңбіз. Мына жұмысты тез атқарыңдар, біз іске кірісуіміз керек. Жердегі атланттық бөлшектеріміз барлығы келді. Бізге Құдай екінші рет шанс берді. Біз сол кезде өзіміздің қателігіміз арқылы планетаны жарып жібердік. Қазір сол қателікті қайталамас үшін бізге соны қайтадан жаратуға мүмкіндік беріп тұр деп айтты. Мен айтам ғой, біз енді ата текті тазалап жатырық, сендер қандай қатыстарың бар деймін ғой, сөйтсем бе деп айтады. Міне, біз сендердің ата тектеріңіз. Сендер Лемурия, Атлантида, атланттықтар деп миф деп қарамаңдар. Біз сендердің арттарыңда тұрмыз. Біз сендердің өткен өмірлеріңбіз. Біз сендердің әруақ бабаларыңбыз, міне тұрмыз. Міне жердегі жаңағы ата тектерің алдымызда кішкентай болып тұр, адамдық ата тектерің. Біз сендермен ДНК-да қайтадан бірігеміз, бірақ Құдайдың заңы бойынша мынадан аттап бізге өте алмайсыңдар. И бағана импульс келіп жатыр да, неге атланттықтар жүр десем, біз бұған дейін ата текпен жұмыс жасадық қой. Ал атланттықтарда еркектік энергия ғой. Енді не болады? Сіздер ата тек тазаладыңыздар ғой. Енді уже атланттықтар келіп тұр қастарыңызға. Осы тректен кейін сол Атлантидада өмір сүрген, Атлантидада творить еткен адамдар арамызда жүр. Олар сіздің балаларыңыз болуы мүмкін. Енді олардың ДНК-сында Атлантидада жасаған нәрселер оянады. И айттым ғой өткендегі эфирде, Алатау Сити қайтадан Атлантида болып құрастырылады. И Атлантидада жаратқан, сол жерде мықты жаңағыдай өнертапқыштар қайтадан сол Алатау Ситиде барып жұмыс жасайды. 12-12 рас екен. Қайтадан сол нәрсесін творить етеді. Енді мен сұрадым, Атлантидада не бүлдірдік? Неге планетаны өркениет судың астына жібердік деп едім? Біріншіден, өркөкіректік. Ол кезде қасиеттерің мықты болды дейді. Сендер ДНК-ны спокойно управлять еттіңдер. Даже ана пирамидаларды бар ғой, сол жерде әлі күнге дейін 21 ғасыр ана пирамидадағы тастарды көтеретін техника әлі шыққан жоқ.
соларды алақанмен энергияларыңмен қозғалтып оттыңдар. Любой нәрсені творить еттіңдер. Сендердің қазір ойбай технология деп жатқандарың Атлантиданың кезінде творить еткендеріңнің 1%-ына татымайды дейді. Бірақ дейді, Құдай айтты ғой дейді сендерге. Сендер өзектеріңе артқа қайтасыңдар. Артқа қайту деген сөз, міне сендер артқа қайтып баратсыңдар. Өздеріңнің прошлый воплощенияларыңды білдіңдер, ата-тектеріңді білдіңдер, ата-тектегі жаңағыдай установка, бойларыңдағы мусор болып қалған нәрсені тазалап жатсыңдар. Енді осы тазаланып прозрачный болған кезде, мына атланттық нәрсе, сол кездегі частичкаңыз сізбен бірігеді, ДНК-да оянады. Ол кезде сендер жаңа қасиетті көтере алмай, өркөкіректікке салынып кеттіңдер. Эголарың оянып кетті. Бөлініп бір-біріңді қираттыңдар. Ең соңында планетаны жарып жібердіңдер. Сосын ДНК-ны жаңағыдай жарата алу қасиетін керісінше пайдаландыңдар. Не ол, мысалы, адам мен балықты будандастырып, русалкаларды шығарып, адам мен жылқыны будандастырып, кентаврды жараттыңдар. То есть жоғарғы әлемдегі Құдайдың заңына қарсы келдіңдер. Ал біз ештеңке істей алмадық дейді. Өйткені Құдай өзі жаратқанда жер планетасында адамның таңдау еркі бар деп жаратқан. Ең соңында бәрібір жауапкершілік өз мойындарыңда. Ал енді қазір соның жемісін жеп жатсыңдар. Қазір енді судный день ғой, махшар сәті. Бүкіл өлшемде істеген нәрсеңе жауап беретін уақыт. Енді соны қайтадан жасап шығамыз дейді. Бірақ сендерді қарап тұрмыз дейді біз. Әсіресе мына қасиеті бар қыздар, бірінші оянып жатқандар, үлкен миссия алып келгендер, сендерге жұмыс көп. 3-4 жылдан бері бақылап тұрмыз дейді. Міне біздің қолымызда Атлантидадағы қабілет қасиеттеріңнің оянатын, соны үйрететін кітаптар тұр. Енді мына кітапты кімге беретінімізді білмейміз біз дейді. Өйткені сендер бүйтіп қасиеттің бір шетін көріп алып, эголарың оянып, құлаватсыңдар дейді. Қанша оларың кеттіңдер дейді. Бәрін бақылап тұрмыз дейді. Осы 2022-23-те қанша қазақтың өзінде қанша қыз оянды? Жартысы жоқ қазір. Құттай қасиет оянса, шалқадан құлайсыңдар. Мына жарық түскен кезде бойларыңдағы бүкіл көлеңке шығып кетеді. Енді мына қабілетті берсе, сендер Атлантидадағы зорғасын істейсіңдер ғой. Сондықтан қатты сынап жатырмыз. Қатты құлатып жатырмыз. Неше түрлі сынақтарды беріп жатырмыз. Осыдан жаңағыдай, мына опытын қабылдап, ата-тектің опытын қабылдап, түсініп, өзінің теневая сторонасын қабылдап, жаңағы, қазір примерно білуге болады ғой, қазір мінезіңе қарап. Көп сөйлей беретін, мазасыз адамсың ба? Сен бұған дейінгі өмірлердің бәрінде сол қателікті жеңе алмай кетсің. 500 өмір бойы жаңағыдай ешкімді тыңдамайтын, өзіңді тыңдамайтын, сондай адамсың. Сол нәрсеңді мойындап, сонымен жұмыс істеуің керек. Ішің тырысып жаңа біреуді көре алмай қаласың ба, қайта-қайта аяғынан шалғың кеп, значит, сен мықты 300 өмір бойы сол өмірді қайталап жүрсің. Мойында, ересек санамен жаңағыдай өзіңмен өзің жұмыс жаса. Мен осындаймын. Бірақ мен соңғы көшпін, жауапкершілікті алып жерге түстім. Осы қателігімді мойындаймын. Алдағы уақытта осы нәрсені қайталамауға өз-өзіме рұқсат берем. Бұл менің соңғы шешімім, бұл менің таңдауым деп өз-өзіңізге айтсаңыз, ана текте де жаңағы кешегі неде айтып жатыр ғой, қайталатып. Ата тектен кеп тұрған аурулар, ол сол жақтың программасы. Ол мен қайталағым келмейді. Осымен тоқтатамын деп осознанно айтқызып жатыр сіздерге. Сондай нәрсені адам өзінің теневая сторонасын қабылдаған кезде уже ересек позицияға өтеді екен. Біз қабылдамаймыз ғой. Жоқ, мен ондай емеспін, мен бетпақ емеспін, ойбай мен көп сөйлемеймін, мен күштімін, сен жамансың деп алса береміз. Бір орында тұрып қаламыз, буксовать етіп. Қабілет қасиет ашылған көп адам әлі тұр буксовать етіп. 2023-тен бері сол орында тұр. Анау жақсы, мынау жаман, мен жақсы деп тұр. Осының бәрін қабылдап, кім ересек позициясына өтеді, соған мына кітапты береміз деп тұр. Не үшін атланттықтар жүр? Потому что айттым ғой, ата-текпен жұмыс жасадық. Ал жаңа мұхаббат айтып жатыр, лемурлықтар келіп тұр бүгін уже. Аналық энергияға біз көмек береміз. Аналық энергияны ояту үшін тірекке кіруі керек тағы адамдар бар деп тұр. Біз әрқайсымыздың ДНК-мызда кіріктер бар. Ол нәрсе жаңағыдай ашады. Адамды көргенде мен қазір кірік көремін ғой. Мынаның кірік бар деп айтамын ғой. Кірік бар. Ананың есігін ашады да. Бұл жердегі матрицалық ойынның өзі сондай. Пазлды алады да шашып тастайды. Әрқайсымыз жүгіріп бір-бір бұрышын, бір-бір кірікті алып шашылып кеткенбіз. Қазір просто қайттан жинақтап жатыр.
Жаңа Раушан да сұрап жатыр ғой, мен не үшін Астанаға бардым, не үшін Павлодарға бардым. Потому что ол кісінің сферасында кілт бар. Жоғарғы әлем сол арқылы жұмыс жасайды. И біздің не приносящий рассвет кітабында айтады ғой, сендердің мына тонкий телоларыңда импланттар тұр дейді. Сіздер кәдімгі анандай, біз биороботпыз ғой, матрицаның ішіндегі ойыншымыз, ойнап жүрміз. И мына биороботпыз, мына жерде былай тоқтар бар, импланттар. И ол импланттар арқылы сіздің жаңағы басқа өлшемдегі планетаңызға есік ашылады. Ұйықтап жатқан кезде жаңағы өзге ғаламдықтарды көрдім, түндегі емдеп кетті деп жататыныңыз сондықтан. Көзіңді жұмған кезде жаңағыдай инопланетный тарелка көретіндеріңіз содан. Өзіңізді көрсеңіз, мынаяқтың бәрі бізде тоқ жалғанып тұр. И уже мойындау керек, матрицаның ішінде ойыншы екенімізді мойындау керек. В общем, түсіндікті ғой, қыздар. Тіректе ақылмен жұмыс жүрмейді. Сезіммен жүреді. Ақылға салып жасамаңдар дейді. Өзге әлемде прозрачный дисплей шықты. Бүкіл өмірдің әр күні жеке-жеке папка секілді. Қалаған ашсаң, сол күн ашылады, сол сәтті көре аласың. Бүкіл өмірді сырттан бақылағандай болады екенсің дейді. В общем, түсіндікті, иә. Бұйырса енді менің де жүрегім дүрсілдеп жүр. Ана жақты аналық энергияны күтіп жүрмін. Жерде сан мың жыл аналық энергия болмады ғой. Сосыншы, Бекет атаның түсінде басына барыппын дейді, Ұлпан-ай. Орыс тілінде ақпарат бересіз бе дейді. Орыс тілінде бермеймін, қазақша берем. Құдай, орысша айтып жатқан адамдар көп қой. Бұл тақырыпты орыстар кәдімгідей жілігін шағып тастаған. Біз қазақтардың ішінде санаулымыз. Менде Атлантида мен Лемурия кристалдары бар. Сізді сол әлемге тезірек қосыласыз. Мен проводникпін. Ол кристалдармен жұмыс істеп не қылмаса тістеніп жүретін едім, бүгін босатты дейді. Сосын бар ғой, менің байқағаным өзімнен лично жүрген кезде мен всегда напряженно жүреді екенмін осылай. Кетіп бара жатырып, қазір уже осознавать ете бастадым. Неғып мен асығып тұрмын? Неге мен былай бүкірейіп алып қашам осылай деп ше? Оказывается, ол тектен келіп тұрған программа екен ғой. Тез бол, жаңағыдай жүгіңді, арқаңдағы жүгіңді тез орында деген нәрсе тұр да, бүйтіп ше. И қазір уже арқаны кейінге жіберіп, бүйтіп жүретін болдым. Себебі мына жерде біздің душамыз бар ғой. И душа мына жерде Құдаймен байланыс орнату керек. Байланыс орнату үшін былай жүру керек екен, тік. А бізді 3D матрица не істеп саған, әбден құлдық санаға тығып тастаған осылай. И осылай жүреміз. И тістеніп, напряженно жүреміз. Неде приносящий рассветте айтушы еді ғой, алдағы уақытта мына сердечный чакра мен горловая чакраның ортасындағы мына тимус па бір чакра оянады деп айтты ғой, мына жер именно. Сол екен, оказывается. Андай, короче, жаңағы имплант демекші, кеше бір қызық болды. Чакралар ашуға келемін дейді. Алматыға, кім? Әсемгүл чакралармен жұмыс жасайды. Ең алғаш осы тақырыпты зерттеп бастаған кезде регрессология ілімін зерттедік қой. Содан кейін регрессология бұл жоғарғы әлемнің жай ғана біздің миымызды сендіру үшін берілген құрал екен уақытша. Одан кейін есігі толық ашылып кеткеннен кейін ол ілімді уже ескі құрал ретінде қара деді. Бірден жаңа есікке өтіп кеттік біздер. Сонда берілген тапсырма бір санаулы адамға оқу оқытасың деді. Мен сөзін шыны керек, енді өзім де түсінбей жүрдім, не болып кетті деп. Вообще үлкен нәрсе ашылып кетті, бұндай нәрсе мүмкін ба деп жүрген кезім. И жаңағы оқу оқыт деді, бір 10 адам жинала қалды. Білмеймін, бір нәрсе оқытып шықтым қысқасы.
сөйтті да ол ұмытылды. Мен өзіме берілген тапсырманы орындадым. Одан бері 3 жыл өтіп кетті. Сөйтіп кеше бір кісі жобаға жазылған, есік қағып тұр орталыққа. Ашсам, ана қыздың жүзі таныс. Сосын сұраймын ғой, сізді қайдан көріп едім десем, мен сол кезде оқуға келген қыздың біреуімін ғой деп, сөйтті. 10 адам жиналды деп едім ғой. Түсінікті дедім. Сосын қандай сенде өзгерістер болды деп едім. Енді айтарлықтар өзгеріс болған жоқ, бірақ сол оқуға келгеннен кейін 3 айдан кейін бала көтердім деді. Қыз көтердім. Қыз өмірге келді дейді, уже 2,5 жаста дейді. Понятно дедім, өйткені бала көтере алмай сөйтіп келген көп қыздар қазір уже қызды болған көбі. Оказывается, жаңағы бір ескі есікті жапқан кезде жаңағы звездный жаңа дәуірдің балалары сөйтіп өмірге келіп жатыр екен. Сөйтіп жаңа келген қыздың есімін Майра деп алайықшы. Өзінен рұқсат сұрамадым, сол үшін айта берейін. Сферасын ашып қалсақ, жоба X-те уже адамның қасында тұрады, или ата тегі тұрады, или рух тұрады, или тәлімгер тұрады. Бұл кісінің қасында көп инопланетныйлар тұр. Инопланетныйлар бойлары кішкентай. Біз әкелдік дейді. Еще бүйтіп сөйлейді. Біз әкелдік. Тез жерде адам болып өмір сүрген өмірлерінде қалып қойған бір нәрселер бар, тез тазартып, кітабын жауып беріңдерші. Біз жаңағыдай жұмыс жасауымыз керек дейді. Сол үшін алып келдік біз дейді. Не істеп жүрсіңдер десек, біз жердің жаңа матрицасымен жұмыс жасап жатырмыз дейді. Біздің планета жерден алыс планета, тығыз планета, сендер ол туралы білмейсіңдер. Бірақ біз жерге үстіп түсіп, өзіміздің кораблімізді орнатып зерттеуіміз үшін мына келген келіншек біздің планетаның өкілі. Ол өз еркімен келді. Жерде адам болып 1888 рет түсуіне тура келді. Әр келген сайын біз жаңағыдай порталды орната бердік. Қазір уже уақыты келді. Бұған дейін біз практикант болдық, теориясын оқыдық, біз жерге обучениеге келдік. И 3D матрицаны изучать еттік дейді. Адамдар қалай өмір сүреді, 3D матрица адамдарды қалай басқарады, қалай құлдық санаға тығып жібереді, эгрегорлар қалай басқарады, адамды қорқынышпен қалай басқару керек, адам жаңа құлдық санадан қай кезде шығады, игрок болып не істеп жүреді, бәрін мына планетадағылар изучать еткен ғой бұған дейін. Енді уже теория аяқталды. Енді практикаға кірісеміз дейді. Біз уже жаңа планетаның 5-тінің структурасын жасап жатырық дейді. Енді не істейсіңдер деп сұраймыз ғой. Сонда айтады. Мына біздің планетаның өкілі дейді, мына келген қыз. Ол сендер сияқты бүйтіп эфирде отырып адамдармен жұмыс жасап мыжып өтпейді дейді. Ол көпшілікке шығады просто. Көп адам жүрген торговый центрда, шетелде, адам көп отыратын автобуста, самолетта сөйтіп жүреді. Тарату керек. Бұның миссиясы тарату дейді. И бұл қыз отырған кезде, мысалы, торговый центрге барады ғой. Торговый центрге барған кезде ана жерде жүрген 3000 адамға энергия таралады. А біз өзіміз ары қарай фук тонкий планда ана адамдардың мына проволокаларымен жұмыс жасайды екен. Не жұмыс жасайсыңдар десек, сендер дейді 3D матрицада өздеріңнің жерде игрок екендеріңді білмедіңдер ғой. Матрица сендерді управлять етті. Сен туған кезде ақ уже оқуың керек, жұмыс істеуің керек, елден қалмауың керек, ақша табуың керек, андай болуың керек, идеал болуың керек, андай болуың керек деген матрицада өмір сүрдіңдер, иә? Мысалы, бірдеңке айтсаң, халық маған қарсы шығады, мен халық маған қарсы шықпайтындай құлдық санамен бүйтіп істеуім керек деген соның жетегінде жүрдік қой. То есть сендерді бұған дейін матрица управлять етті. Енді сендер матрицаны управлять етуді үйренесіңдер. Біз соны саналарыңа жүктеп жатырық дейді. Яғни, мен уже жүремді, мен уже түсінем. Ана кино бар ғой, главный герой деген. Көріңіздер, сол не түсініп қояды ғой, матрицада игрок екен. И сен жаңағы GTA деген ойында игрок екеніңді түсініп қоясың. И мына матрицаны мен управлять етем. Мен жауапкершілік алам. Мен оны істегім келмейді, істемеймін. Менің жаным не қалайды, соны істеймін. Жоқ, мен онымен келіспеймін. Негізінде осылай. Мен мынаны творить етем. Вот это я хочу. Мен мына тойға барым келмейді. Потому что мен жаным қаламайды. Ол жерге барсам ішім пысады, уақытым босқа кетеді. Жаңағы адамдардың негативный энергияларын сезінем. Мен лучше үйде отырам. Осындай сен уже матрицаны управлять етесің дейді. Уже сондай энергия таратамыз дейді. 70 жылда уже нормально. Бүкіл адам құлдық санадан шығады дейді. Әрқайсың ответственностьті алып үйренесіңдер дейді. И бұны не үшін айтып тұрмын? Тіректі алып жатқан жандар ең соңында жауапкершілік сіздің мойныңызда. Мен жанын көтердім. Мен атамның жаңағыдай жаны жай тапты, қарғыстарды өшірдім. Менің ана тегім қосылды. И что дальше деп
езіліп кетпеулеріңіз керек. Жауапкершілікті қолдарыңызға алуыңыз керек. Спорт залға барып, одан кейін тойып, тамақ жеп, ана жерде күнде нан жеп, сөйтіп отырсаңыз, по-любому семіріп кетесіз ғой, ответственностьті алу керек. И өзіңіздің игрок екеніңізді түсінуіңіз керек. Матрицаны енді сіздер өздеріңіз управлять етесіздер. Құдай да жерді жаратқан кезде айтқан ғой, о, менің рухтарым, мен жерді жараттым, идите творите, бірақ жауапкершілік мойындарыңда. Жақсылық істесең, өзіңнен жемісін жейсің. Жамандық істейсің ба, жерге түсіп алып, былықтырып, ананы өлтірдің ба, келесі өмірде ол сені өлтіреді. Карма содан пайда болады. Жамандық істейсің ба, тоже жемісін жейсің. Мен жауапкершіліктеріңе араласпаймын, таңдауларыңа араласпаймын. Ответственность мойныңда деп айтты ғой Құдай. И сол нәрсені біз түсінуіміз керек. Және бұл переход уақытында кәрі рухтардың көбі не үшін қазақ болып келді? Қазақтың негізгі рухы жаңағыдай бәленбай ғасыр бойы бізді басып тастаған ғой, әдейі матрица. Кәдімгі өзегімізден ажырап тастаған. Ал негізі қазақтың арғы текте қандай болғанын зерттейтін болсаңыз, лиралықтар бар ғой, арыстандар. Тура солардың өр, мықты, берілмейді, тура сондай. И бұл жақта өте көп цивилизация мен өлшем күттері тұр жерде. Соны ашу үшін кеп тұрсыздар. Әу бастағы негіздеріңізге оралып жатсыздар. И бұл переход уақытында ответственно ең соңғы өмірлеріңізде осы тектен, осы ұлттан, осы рудан келулеріңіз бекер емес. Неге екенін зерттеп көріңіздер. Так, мына жақта бөлек әлем болып кетті. Не айтып жатсыздар? Мен ғой примерно спорт залда мен тамақ жеймін дейді. 700 дейді. Сізге Ататектен белгі деп қойыншы. Жанат, баламның жұмысы жүрмей жатыр, қалай түсіндірсем екен осы энергиялар туралы? Әлия ханым, сіз түсіндірмей ақ қойыңыз. Сіз наоборот зияныңыз тиіп кететін сияқты. Балаңыз вообще бұндай темаға жаңағыдай тыңдағысы келмейтін нәрсеге баратын сияқты одан кейін. Вообще Құдай да айтып тұр ғой, ешкімнің таңдау еркіне кірмесін деп. Сондықтан біреуге түсіндірудің қажеті жоқ. Просто жақсы көріңіз, тілеулес болыңыз. Сіздің түсінгеніңіз, сіздің жарқырағаныңыздың өзі қатты әсер етеді баланың жаңағыдай жолының ашылуына. Бала ол бәрібір де ананың сферасында тұрады. Ана, сіз может бір нәрсе түсінуіңіз керек бала арқылы. Эфирде жұмыс жүріп жатыр, дейді Гүлсирам. Құлағым деген естімейді, Құдай. Саңырау оқымасақ болды. Күйеуің басқа нәрсе дейді, мен басқаша жауап берем, күшті болып жүрміз айтыр. Қазақ өзін таныса әлемді билейді деген рас болып тұр ғой дейді. Әлем емес, сіздер ғаламды билеп жатсыздар ғой. Әлемді қойдыңыздар ғой сіздер. Атлантида мен Лемурияға көшіп кеттіңіздер ғой. Ар жағында лириялықтар тұр. Тонкий планда болған нәрсе уже жерде тоқтатамайсыз. Сіздер уже ана жаққа өтіп кетіп тұрсыздар. Жандарыңызда арыстандар, плеядалар жүрсе, значит ол бекер емес. Так, тіректі алғым келіп тұр, ақша жағы қиындау. Неғымай ақ қойыңыз, өзіңізді қинамай ақ қойыңыз. Ол міндетті емес. Мен просто оны рекламалау барысында емес. Сіздер мынандайсыздар да, біздің өзіміздің табиғатымыз. Біреу 3D матрицадағы коллективті санауы, топырлап біреу бірдеңке алып жатса, барып ала саламыз. Ойбай деп, құр қалмайын деп. Өткенде бір кісі жазады, ойбай деп, басында сендер сезімді саттыңдар, осындай кеңістік алдым. Одан кейін матрицаны алдым, ойбай деп, омайды алдым, ойбай деп. Еще бәрі платный. Неге олай деп сөйдейді да, ана кісіден мен ондай өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Мен сұраймын ғой, сіз жасадыңыз ба? Жоқ дейді. А не үшін алдыңыз? Потому что бәрі алып жатыр, егер мен алмасам, келесі өлшемге өте алмай қаламын дейді. Сонда ананың құдіреттілігін, ол кеңістікке кірген кезде қандай жұмыс жүреді? Сенің санаңды бұл арқылы қандай өзгерістер болып жатыр? Сен есейіп жатсың ба? Дым оны ойлап тұрған жоқ. Тек елден қалмау. Сол сияқты қалқамасын деп жатырмын мен. Қақсап отқаным сол.
потому что тонкий планда өте үлкен жұмыстар жүріп жатыр ғой. Сіздің артыңызда тұрған армия, бәленбай 10 мың ата тегіңіз бар ма, солар да жүріп жатыр. Олар сіздің қанатыңыз, олар тазарған сайын қанатыңыз кеңге жайылады. Бірақ соңғы көш, соңғы жауапкершілік сізде. Жерде қозғалмайтын болсаңыз, ескі нәрсеңізге қайттан, ескі күйге көшіп кетесіз. И жаңағы ақшасын келтірмейтін болса, оны ойбай деп қарызданып, қауғаланып одан қажеті жоқ. Значит, уақыты емес. Значит, бір нәрсені түсінуіңіз керек. Уақыты келсе, жүгіріп барып, ол не то что тірек, жобаның ақшасын тауып береді. Келген кезде бірінші очередь айтып отырады ғой. Ой, жобаға ақша жоқ деп қолды сілтеп отыр едім. Бір қайдағы қашан берген білмеймін, қарызды қайтарып тұр. Сразу түсіндім деп. Күйеуім өзі билетті алып беріп, самолетке отырғызып жіберді деп келеді. Нешке түсе алмай қызым бірдеңеден құр қалғандай болып жүрмін дейді. Значит, оның миссиясы о жақта емес, одан да үлкен нәрсе күтіп тұр. Сіз өзіңізді жеген сайын, ол бала өзін төмендете береді. Сондықтан всегда поддержка беріңіз. Оның жұмысы, мысалы, басқа нәрсе шығар. О жақта барған кезде мүмкін қауіпті бірдеңе күтіп тұрған шығар. Одан да күшті нәрселер күтіп тұр, значит. Оның миссиясы басқа. Айтты ғой, жаңағы неден бастап, алдағы қыркүйектен бастап өте көптеген университеттер ашылады. Алдағы жаңағы үлкен технологиялармен жасанды интеллектті оқытатын университеттер ашылады. Может, сіздің қызыңызда сондай шығар. 2021-ден бері бетім жаман қисайды, не істеуге болады. Қыздарға сіз сканер жасатып көрсеңізші, не айтады екен? Сіздің сфераңызға кірмей былай ештеңе айта алмаймыз. Жұмыс жоқ, бір орында қалдым дейді. 2 айдан бері құрып жатырмын. Қанша талпынсам да жоқ ештеңе дейді. Жаңа мен сізге эфирдің басында жауап бергем. Бірақ сіз вообще ештеңе түсінбедіңіз. Опять соны жазып тұрсыз. Мен сізге түсіндіріп бергем. Не үшін жатырсыз? Көрдіңіз ба? Не үшін бір орында тұрсыз, мен сізге айттым. Бірақ әлі түсінбедіңіз. Менің де жағым қисайған дейді. Мына жерде қыздар жазып жатыр ғой міне. Сол қыздарға қаралып, фотоңызды жіберіп сөйтіп көрсеңізші. Кім отыр мына жақта? Айнұр отыр, Сара отыр, бейнелі әлем. Рахмет, Базаргүл ханым, командаңызға рахмет. Гүлзира отыр, Махаббат отыр. Мына осы қыздарға суреттеріңізді жіберіңіздер. Ғаламға шықтық дейді. Жақсы, онда эфирде қайта көріскенше. Ал енді бұйырса, түсіндіңіздер ғой, біз ата текті жаптық. Әке жақтағы ата тектің есігін жаптық. Ана текке көшеміз, бісміллә деп. Кешеден бастап божественный, құдіретті ананың энергиясы құйылып жатыр. Бізде 5-е измерение аналық энергиямен адамдар өмір сүреді. Махаббатпен, қабылдаумен. Аналық энергиямен бірге қабылдау келеді. Әкелік энергия ол күресу, ол бөліну, солай есею. Әкелік жақ 3D матрица, логикаға құрылған. И жаңағы біз қазір бүкіл опыттан өткенбіз. Бізде правый полушария ол аналық энергия, сол жақ полушария әкелік энергия. Мына жақ, оң жақ полушария Лемурия, сол жақ полушария Атлантида. Бүкіл опыт бар. Қазір сіз уже барлығынан өтіп, барлығын таразыға салып балансқа ұстайтын измеренияға жеттіңіз, деңгейге жеттіңіз. Сондықтан мынау қиялға кетіп қалмаңыз. Адам өзін өзі алдып қиялға тез кетіп қалады. Особенно осындай рухани нәрселерді естіген кезде. Өзінің проблемасын жоқ қояды да, жаңағы, одан өттік қой біз, мен өзім өттім лично. Аспандағы жаңағыдай сердечканы көріп қалады, бұлтта. Қиялдап кетеді, короче, баланс ұстай алмай қалады. Что жерде өмір сүріп жатқанын ұмытып кетеді. Материалдық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Біз мына арасында логиканы қосуымыз керек. Постоянно емес, әрине, логиканы қосу керек. Жерде жүргеннен кейін жаңағыдай жүрегіңді тыңдау керек. Жерде жүргеннен кейін балаларыңа тәрбие беру керек. Жерде жүргеннен кейін ақша табу керек. Жерде жүргеннен кейін конце концов сен әйелсің, отбасыңа дәмді тамақ беру керек. Жаңағы күйеуіңе дұрыс бағыт бағдар беру керек, оған махаббат беру керек.
вот осы нәрсенің барлығын четко алып жүру керек. Қиялданып кетіп қалмаңыздар. Көшеден мынандай тас көрсеңіз де, не қолым сырқырап жатыр, не деп барлық жауапкершілікті мойныңызға алып үйреніңіз. Жаңа Құдай да айтып тұр ғой, жерге барғанда ответственность өздеріңіздің мойындарыңызда, қолдарыңызда деп. Балансқа келтіріңіз. Логиканы да мына оң жақ полушарияны да. Түсіндіңіздер ғой, қатты бүйтіп қасиет жолына келген адамдар көп қуып кетеді. Ақша керек жоқ, жаңағыдай тау-тасқа кетем, маған тек қана рухани әлем керек. Ақшаны айтсаң, брендті айтсаң, сен уже жаңағыдай әлі оянбағансың деп. Ондай емес. Жаңа дәуірдің сана деңгейінде есейген адамы бәрін баланста ұстап жүретін адам. Сіз жоғарғы әлеммен, Құдаймен партнерствоға келу үшін сізде жақсы үй болу керек, жақсы көлік болу керек, сізде материальный жағдан базовый жақ потребность жабық болу керек. Потому что потребность жабылмаған адам, ақшаға мұқтаж адам, рухани әлемге ақша іздеп келеді. Саған беріліп отқан Құдайдың құдіретті құралын ақша қылып жібереді. Жаңа атланттықтар мынаны бермей тұр деп тұр ғой, потому что көріп тұр сенің ниетіңді. Сенде ақша жетпей тұр, сен ашсың. Аш адамға рухани деген тема өтпейді. И саған берілген қасиетті құралды сен уже ақша деп көресің. Сен ана келген адамды кілт деп көрмейсің, сен келген адамды уже ақша деп көресің. Вот соны көріп тұр. И бізде базовый потребность жабылу керек, жақсы өмір сүру керек. Сенде материальный нәрсе бәрі баланста болу керек. Сонымен қатар жүрегің таза болу керек, ниетің таза болу керек. Ана жақпен информация сол кезде таза келеді. Жаңа дәуірдің адамы осы. Андай дисбалансқа кетіп қалмау керек. Вот осыны айтып қойғаным дұрыс болды сіздерге. Өйткені любой нәрсені ішім ауырып қалды, тіректен ба, шашым бүйтіп қалды, тіректен ба деп бәрін содан көріп жатсыздар. Ол олай емес. Ең соңында бәрібірде любой нәрсе ответственность сіздің қолыңызда. Жақсы, эфирді сақтадым. Қайта көріскенше.